Good day, guys. How do you feel today? What's the weather like today? Ауа райы қандай болып тұр, достар, сіздерде? Барлығы жақсы ма? Көңіл күйлеріңіз жақсы ма? Біз сіздермен бүгін workbook'тағы 7-ші беттегі 7-ші тапсырманы талқылайтын боламыз. Берілген 7-ші тапсырмада complete with a, and, some, or any деп берілген, иә? Яғни a, and дегеніміз ол белгісіздік артикльдері, some және any ол бізде белгісіздік есімдіктері болып табылады. A, and белгісіздік артикльдері жекеше түрдегі зат есімдерге қолданылатын болса, some белгісіздік есімдігі болымды сөйлемдерде, any болымсыз және сұраулы сөйлемдерде қолданылады. Some белгісіздік есімдігі саналатын зат есімге жұмсалған кезде бірнешеу деген мағынаны білдіреді. Егер де саналмайтын зат есімге жұмсалса, шамалы деген мағынаны білдіреді. Any болымсыз сөйлемде ешқандай деген мағынаны білдірсе, сұраулы сөйлемде қандай да бір достарың бар ма? Do you have any friends? Мысалы, қандай да бір деген мағынаны білдіреді. 7-ші тапсырманың 1-ші сұрағында Are there flowers in the garden, mom? No, there aren't деп тұр. Осы жерге көп нүктенің орнына бізде әлбетте flowers деп көпше түрге тұрғандықтан біз a, and артикльдерін ала алмаймыз және сұраулы сөйлем болғандықтан any'ді қоямыз. Are there any flowers in the garden, mom? Бақшада қандай да бір гүлдер бар ма? Жауап қалай болады? Сәйкесінше No, there aren't any. Ешқандай гүлдер жоқ. 2-ші тапсырмада Have you got pen деп тұр. A pen. Сенде қаламсап бар ма? I haven't got one in my pencil case, but there are some on my desk. Take one. Яғни менің пеналымда біреуі де жоқ, бірақ үстелімде бірнешеуі бар. Біреуін ал деген сөз, иә? Әлбетте бұл жерде any немесе a, and артикльден қолдана алмаймыз. Біз some белгісіздік есімдігін қолданамыз. Thank you. Have you got eraser? Әлбетте бұл жерде біз some немесе any немесе a артиклін қолданбаймыз. Әлбетте an белгісіздік артиклі болады. Have you got an eraser? No, I haven't. Рахмет, сенде өшігіш бар ма? Жоқ, менде өшігіш жоқ. Яғни an eraser дегеніміз, eraser сөзі бізде дауыстыдан басталып тұр. 3-ші сұрақта Are there pencils on your desk? Әлбетте бұл сұраулы сөйлем болғандықтан біз any белгісіздік есімдігін қолданамыз. Are there any pencils on your desk? Сенің партаңда қандай да бір қарындаштар бар ма? Жауабы Yes, there are some. Why? Я бірнешеуі бар. Неге? Some'ды қолданғанымыз өйткені қарындаштар саналатын зат есім және бұл болымды сөйлем. Can I have red one, please? Қызылын алсам бола ма деп қалай айтамыз? Әлбетте бұл жерде a артиклін қолданамыз. Can I have a red one, please? Sure, here you are. Я, әрине деп жауап береміз. Сонымен достар, сіздермен workbook'тағы 7-ші беттегі 7-ші тапсырманы талқыладық. Сұрақтарыңыз болса, комментарийға қалдырып жаза кетіңіздер. Және каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Goodbye, guys. Good luck.